Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма дейін арқан, жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын. Түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсан, сұлы, шөп асайтын, тамағын үшін құл болдың. Міне мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға мен лайықпын. Сиыр айтады: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт, май істейді, жыл басы болуға мен лайықпын. Сонда қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдалары жоқ.